Құрметті оқырман, халық қазынасы айдары әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін біз сіздерге ерекше атауға ие жәдігермен таныстыратын боламыз. Дүң қолдан немесе жезден жасалған, көлемі үлкен, бүйірі шығыңқы, мойны тар темір ыдыс түрі. Мойны мен бүйірі аралығында тұтқасы түбінде аласа тағаны болады. Пішіні қабаққа ұқсас келеді. Ал сыйымдылығы шамамен 5-6 литр мөлшерінде болады. Осы секілді ыдыс түрлерінің кейбірі мойын жиегі мен бүйірінің жоғарғы жағы айналдырыла, түрлі өрнектермен безендіріледі. Ал қырмом қорындағы мыстан жасалған дүңнің биіктігі 52-5 см, ал диаметрі 90 см, түбінің диаметрі 27 см. Тұрқы құманға ұқсас. Мойнын айналдыра сақина тәрізді дөңес белбеу жүргізілген. Тұтқасы мойнының жоғарғы тұсынан бүйірінің орта тұсына дейін иіліп келіп, дәнекерлеу әдісімен бекітілген. Экспонатты жасаған шебердің аты бізге беймәлім, бірақ шамамен 17-19 ғасырлар аралығында жатады деген болжамдар бар. Ал жәдігерді бізге Қыдыров тегімен Қызылорда облысы Қармақшы ауданының тұрғыны музей қорына сыйға берген екен. Мінекей достар, соңғы уақытта қолданыстан шығып бара жатқан тағы бір ерекше жәдігермен таныстық. Құрметті оқырман, біздің мақсатымыз халқымыздың тарихи-мәдени мұрасын ел ішінде насихаттау. Біздің ұранымыз тарихты тану, ол өзіңді тану. Достар, бізді қолдап, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаймыз.